сізді кінәлі деп таныдық. 58 баптың 3-ші бөлігі негізінде сізге 5 жыл 2 жыл сынақ мерзімімен. Түсінікті құрметті сотыңызға үлкен рахмет сіздерге. Осымен сот отырысы аяқталды. Дильфуза Абубакирова Ордабасы ауданының тұрғыны 6 баласын бағып қағып жеткіздім дегенде алаяқтың арбауына түсемін деп ойламапты. Отбасының қамымен 200 мың теңге қарызға ақша ала қоймақ болып естайып қабырған. Нұрболат бірден келсе кетіп, соманы 20% үстемемен беретінін жеткізген. Ақыр соңында бармақ тістеп қалған Дильфуза кепілге қойған үйі сатылып кеткенін бірақ білген. 200 мың теңгеге 20% ақша сұрады. Сосын бір жылға договорға отырғамыз. 3 айда о біздің үйіміз оформит, өзінің әйелінің атына өткізіп берген. Дильфузадан бөлек 12 адамды арбауына түсірген Естаев Нұрболат Шымкент қаласы Қайнарбұлақ елді мекенінің тумасы. 45 жасқа келіп, сауатты түрде алаяқтығын асырған ол соңғы сот отырысында кінәсін мойындап, істеген ісіне өкінетінін айтқан. Бұдан бөлек алданған жандардың жылжымайтын мүліктерін түгелдей қайтарып берген. Кінәсін толық мойындап, өздері сотта өкініш білдіріп, көзіне жас алып, өзі жәбірленушілерді көрді, өкініш біліп, өзінің жағы қандай да жазаға берсе де барлығына көнетіндігін, бірақ бас бостандығынан айырмай, өзінің 5 бала шағасынан айырмауын сұрады. Жіберген қателік үшін өкінген азаматқа 5 жыл шартты түрде жаза тағайындалса, сондай-ақ 2 жыл сынақ мерзімі берілді. Айта кету керек, 13 жәбірленушінің бірі жылжымайтын мүлкіне әлі қол жеткізбеді, өйткені оның үйі 3-ші адамға сатылып кеткен. Алдағы уақытта бұл мәселе шешімін табады дейді заң мамандары. Сондай-ақ Естаевтың басқа да қылмыстық іске қатысы бар жоғы тексерілетін болады. Өйткені ішкі істер бөлімінде аталған фактке ұқсас бірнеше арыз шағым бар. Біздің артымызда тағы бір 50 адам тұр. Арыз жазып, заявлениеме тастағандар бар. Бәрінде осы бір схема? Бір схема бойынша. Нұргүл Жолымбетова, Демин Александр, Андрей Любицкий, ТВК телеарнасы.